Кешкі Ақтау қалаға 7:30-да келдік. Орналасам дегенше шамамен 1-1,5 сағат өтті. Содан кейін айналамызды қаланы қарауға шықтық. Қазір пляжға келдік. Күн өте ыстық, білмеймін, қазір енді 37 градус бар шығар енді. Қазір түскі сағат 2:30 уақыты. Достар деген пляжға келдік. Мына жерде тегін пляж, одан ары платный пляж жалғаса береді. Қазір қараймыз пляж қалай екенін. Достар пляжы күн ыстық болса да қарамай келдік. Негізі айтып еді бізге 4-5-ке таман келу керек деп. Бірақ біз басқа жақтан келгендіктен оны күтіп жатырмыз келгенде. Қазір адамдар осыған кіріп киініп жатыр. Міне судың бас жағы, жиегі таяз, жып-жылы. Содан кейін әрі қарай жүре беретін болсаңыз, су деген сап-салқын. Одан әрі қарай жүре беретін болсаңыз, пляждар бар. Бесплатный пляждан платный пляж әртүрлі кете береді әрі қарай. Мына жерде корабль кетіп бара жатыр. Судың жиегі жып-жылы. Жара жақтан келген туристер бар, Қазақстанның ішінен, әр қаласынан. Барлығы сол теңіздің су үшін келген. Су деген тұзды. Қасында кафе бар. Машиналардан тамақтануға болады. Одан әрі адамдар енді кешкі 5-6-ларда келіп жатыр суға түсуге. Қазір жолдың ар жағына өтіп таксистен көреміз. Таксилар негізінен барам қаланың ішінде бір жерден екінші жерге негізі 400-ге, 500-ге шамамен сондай бағыт алып барады дейді. Хостел бар ана жерде. Хостелден шығасыз да пляжға бірден келе қоясыз, жақсы екен негізі. Қазір 4-ші микрорайонмен жүріп, судың жағасына, яғни Каспий теңізі жағасына бара жатырмыз. Қазір парктың ішіне қарай кіреміз. Парктың ішімен келе жатырмыз. Аттракциондар бар, балаларға арналған алаңдар бар. Барлығы бар екен бұл жерде. Фастфуд бар. Тіке қазір жүре береміз. Міне теңізге баратын жолда осындай ойын алаңдары бар екен, өте қызықты. Қазір одан ары қарай төмен жүре береміз. Қалдық, келдік. Мына жерде машина өте көп. Абайлап жүру керек екен. Мына жерде міне волейбол ойнап жатыр. Мына жардың үстінде орналасқан екен үйлер. Міне мына жерлерде яхта, прокатқа алуға болады, катамаран. Гидроциклдарды. Суға түсуге болады екен мына жерде. Пляж кешкі уақытта. Пляжға таңертең немесе түстен келу керек емес, кешкі уақытта келуге болады. Какое место нашла, мы только 5 секунд отходили. Она
Осы жерге суға түсуге келу керек сияқты. Мына жер тазалау және әдемі көрінеді екен, иә? Мына жерлердің үйлері әдемі көрінеді екен, судың қырдың үстіндегі. Қазір катамаранға 20 адам ғана міну керек, 20 адамға тең алады. Мына жерде, ана жерде қыз тіркеп жазып тұрады, соған тіркелу керек. Үлкен адамдарға взрослый 1000 теңге, детский балаларға 500 теңге. Қазір очередте тұрмыз, катамаранға мінуге адамдар өте көп. Егер де үлгерсек, қазір мінеміз, үлгермесек түнгі 10-ға дейін күту керек болады. Бірақтан да түнгі 10-да міну, ол қараңғы болып кетеді. Қазір видеоға түсіру, фотоға түсіру қызық болмай қалады, қараңғы көрінбеуі мүмкін. Сондықтан да үлгеретін болсақ, қазір мініп кетуге тырысамыз. Үлгермесек, онда келесі күнге қалады деп ойлаймын, бірақ біз дәл қазір мінгіміз келіп тұр. Артымызда міне адамдар өте көп, күтіп көреміз қазір. Келесі рейсті күтеді. Егер үлгерсе, адам азайса, сыйсақ бізді мінгізіп жібереді. Қазір осы жолмен тіке жүріп үңгірге барып көреміз. Мына жерде кафе керек па? Кафе бар. Волейбол ойнайсыз ба? Суға түсесіз бе? Барлығы бар мына жерде. Туалет та бар мына жерде. Мына жерден вид өте әдемі көрінеді екен. Егер де сіз 2-ші микрорайоннан немесе 4-ші микрорайоннан үй жалдайтын болсаңыз, мына жерден тіке шығып келуге болады. Мысалы, біз қазір 2-ші микрорайонда тұрып жатырмыз, біз жаяу келдік. 4-ші микрорайон дәл қасында тиіп тұр. Міне мына жақта свет жанып тұр, мына жақта, бірақ білмеймін бұл неге олай. Жай свет шығар. Әр жағында қызыл болып жанып тұр свет, әр жағында үйлер. Міне скальная тропа осы емес пе? Қазір біз кеш батқанда келе жатырмыз. Сондықтан анық. Аяқ астына қарамаса көрінбей қалып қалуымыз мүмкін. Алло. Я. Қазір мына солға бұрылып, судың ортасымен жүреміз, е? Мына жаққа жүрмейміз ба? Үңгірге барамыз ғой қазір. Мына жаққа жолмен жүріп қалсақ қалай болады? Үңгірдің ішіне кіреміз деп соңына дейін келдік. Бірақтан да қазір
аварийный состояние дейді. Сондықтан да ішіне ешкімді кіргізбейді екен. Бірақ тек шетінен келіп қарап кетеміз. Мына жерде кәдімгі теңіздің, Каспийдің дауысы қатты естіліп, күшті болып тұр екен. Толқындар естіліп. Қазір біз торгово-развлекательный центрі, сауда орталығы Ақтауға бара жатырмыз. Мынау жаңа түскеніміз 12-ші микрорайоннан. Содан түстікте тіке 12 ма? Я содан тіке түсіп алдыға жүре береміз деді. Погода енді ауа райы деген. Жел қатты дауыл, біз келгенде сондай болып кетті. Енді 4-5 күн солай болады дейді. Біз келгенде бірінші күн жақсы болды негізінен. Қатты дауыл болады екен. Бірақ енді біз оған қарамаймыз. Басқа жақтан келгендіктен оны күтетін уақыт жоқ. Пляжға суға бара береміз. Қаланы аралаймыз. Қазір тіке жүре береміз, Ақтау деген ол қазір осы Ақтөбеде, Ақтаудағы ең үлкен атақты торговый-домдардың бірі, сауда орталығының бірі үлкен. 19 жақындасаң, 16-17 шамалыдан ертерексің, 18-ден салынады. Көп-ау деме салынатқан. Ой, жетеді. Тағы 10 микрорайон салынатқан жері, 10 микрорайон. Анда, кілең микрорайон, кілең. Еше жоқ онда. Каспийден басқа ештеңе жоқ па? Каспийден басқа енді. Шаң мен жел бар керек болса. Басқа енді. Мен не керек сіздерге басқа? Бізге сол моряға келдік қой, соған түсу келеді ғой негізі көбісі. Енді 3-4 жылдан тағы етсіз, бұнайлар әдем болып жатса, ауламан. Бұндай топырақ жерлер көп екен, Осыған кіріп шықсақ болар. Мода деген супермаркет бар екен, Міне Синсай дейтін торговый центр, соның қасында міне қарасаңыздар мешіт көрініп тұр. Ақтаудағы ең үлкен мешіт дейді. Ең бірінші салынған мешіттердің бірі де дейді. Қателеспесем. Егер де білетіндеріңіз бар болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Міне Ақтау деген торговый домның іші. Астыңғы бар, 0-й этаж дейді. Содан кейін бірінші, екінші, үшінші этаж. Кешке адамдар өте көп болады дейді. Енді бүгін күн қатты жел, дауыл, сондықтан да күндізгі уақыт болғасын ешкім жоқ. Бірақ кешкі уақытта жастар көп болады дейді. Мына жерде тағы бір адамдар жүр. Кешкі уақыт адамдар көптеп келіп жатыр. Мына жерде қараңғы болып көрінеді. Тастардың үстіне адамдар аттарын жазып кеткен.
Не деп жазып кеткен қарайық. Тілектес дей ма? Түсініксіз. Берік Жанара дейді. Тастың үстіне жақсылап жазып кеткен. Ана әр жерлерде қоқыстар бар. Мусорларды тастардың арасына қарай тастап кеткен. Теңіздің қасында осы жерге келіп тамақ ішуге болады. Мына кафенің аты қалай болды жаңа? Ресторан. Майда деген. Барлығы осы жерді мақтады. Мұсылманский кафеде. Барлық кафелер табуға болады. Бұл жерде турецкий, басқа да кафелер табуға болады. Тамақтары өте дәмді дейді. Қазір көреміз. Ақтау, сізге несімен ұнайды Ақтау? Ақтау маған табиғатымен ұнайды, теңіздермен ұнайды. Ақтаудың ішінде күшті қалалардың бірі. Ақтау келіңіздер. Рахмет. Өзеннен келіп отыр. Жаңа өзеннен келіп отырсыз, иә? Арасында демалуға келіп отыр. Бұл жастардың қаласы, көңілді жастар жүр. Теңіздің ауасы жақсы. Микрорайондар салынған. Сізге Ақтаудың ұнамайтын жақтары бар ма? Ұнамайтын жерлері жоқ. Барлығы ұнайды, иә? Туристер көп келе ме? Сырттан келгендер көп па? Сырттан, иә. Келеді, иә. Көрмейміз ғой енді. Шетелден келеді. Әртүрлі гостиницалар, қонақ үйлер бар. Демалатын жер. Біз көрмейміз. Базар var oradan. Denizin arası buram. Pensioner şahlar şahın boyuna oturan. Yazılı sol Akdeniz, Oral, bәрі Ақтауға келеді. Теңізге түсуге. Теңізге түстіңдер ме өздері? Иә, түстік, ұнады. Жақсы. Қонақ жай халық. Кейін қайтып кетті, оған басқа қайтып кетті, оған басқа. Әуелден мынада соңғы атқан теңіз ғой. Соның басқа жақсы, өзі жақсы. Ешқандай жаман ештеңе жоқ. Қаланың іші жақсы, таза ғана. This is